بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Осы кітаптың ішінде күдік жоқ, тақуаларға тура жол көрсетуші кітап. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Олар ғайыпқа иман келтіріп, намаздарын толық орындап, біз ризық қылып берген мал дүниеден садақа қылып жұмсайды. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Әр олар саған түсірілгенге және сенен бұрынғы түсірілген кітаптарға иман келтіреді, ақыретке анық айқын сенеді. Улайка аля худам мин раббихим. Әне солар Раббыларының тарапынан тура жолда. Ва улайка хумул муфлихун. Әне солар жетістікке жетушілер. Инналлазина кафару саваун алейхим ва анзартахум ам лам тунзирхум ла юъминун. Шынында сондай қарсы келген кәпірлерге оларға бәрібір, оларды ескертсең де, ескертпесең де олар сенбейді. Хатамаллаху аля қулубихим ва аля сам'ихим. Алла Тағала олардың жүректері мен құлақтарын мөрлеп қойған. Ва аля абсарихим ғишаватун ва лахум адабун азим. Олардың көздерінде перде бар. Олар көрмейді ақиқатты. Оларға ақыретте ұлы азап бар. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Адамдардың ішінде Аллаға ақырет күніне сендік, иман келтірдік дейтіндер бар. Бірақ олар сенбейді. Мұъмин емес олар. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Олар Алла мен иман келтіргендерді алдайды. Шынында сезбеген халде өздерінен басқа ешкімді алдап отырған жоқ. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Олардың жүректерінде ауру бар. Аллах олардың жүректеріндегі ауруларын, күмән, екіжүзділік деген ауруларын арттырды. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Өтірік иман келтірдік деп айтқандар үшін оларға күйзелтуші азап бар. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Оларға жер бетінде бозғыншылық жасамаңдар делінсе, олар біздер түзеушілерміз дейді. Ала иннахум хумул муфсидун валакин ла яшурун. Біліңдер, шынында олар бозғыншылар, бірақ олар сезбейді. Ва иза қила лахум амину кама амана ан-нас қалу ану'мину кама амана ас-суфаха. Егер оларға адамдар иман келтіргендей, адамдар сенгендей сеніп иман келтірсеңдер, делінсе, олар ақмақтар иман келтіргендей иман келтірейік пе? ألا إنهم هم السفهاء ولكن
ولكن لا يعلمون. Олар ақмақтар иман келтірейік пе дейді. Біліңдер, шында олар өздері ақмақтар, бірақ олар білмейді. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. Олар иман келтірген мұсылмандармен кездессе, біз де мұсылман болдық, біз де иман келтірдік дейді. Қашан сыбайластарымен, шайтандарымен жеке қалса, оңаша қалса, шынында біз сендермен біргеміз, біз мұсылмандардың үстінен күліп, мазақ қылып жүрміз деп айтады. Аллаху ястахзиу бихим ва ямуддухум фи туғянихим яъмаун. Аллах Тағала оларды мазаққа ұшыратып, азғындықтарында, шектен шығушылықтарында көр соқыр қаңғыртып қояды. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Олар адасушылықтың, тура жолдың орнына адасушылықты сатып алғандар. Олардың бұл саудасы пайда берген жоқ, әрі олар тура жол таппады. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Олардың мысалы далада от жағып, маңын жарық қылғанда, жан-жағын от жарық қылған сәтте Алла олардың жарығын алып қойып, қараңғылықтарда қалдырған біреудің мысалындай. Олар көрмейді. Саңырау, сақау, соқыр болып беттерінен қайтпайды. أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. Немесе қараңғылықта күн күркіреп, жарқылдап көктен нөсерлете құйған жаңбырға ұшырап, найзағайдан өлем деп қорқып саусақтарын құлақтарына тыққан біреулер тәрізді. Wallahu muhitun bil kafirin. Аллах Тағала кәфірлерді толық баураушы. Yakadul barqu yaqtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fi wa idha adlama alayhim qamu. Олардың көздерін найзағай жұлып әкете жаздайды. Найзағайдың жарқылы көздерін соқыр қыла жаздайды. Оларға найзағай жарық берген сәтте олар жарықта жүреді де, қараңғы басқан сәтте орындарында тұрып қалады. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Аллах қаласа еді олардың есту қабілеттері мен көру қабілеттерін, көздерін алып, құлақтарын керең, көр соқыр қылар еді. إن الله على كل شيء قدير. Шынында Алланың құдіреті бүкіл нәрсеге жетеді. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ей адамдар, сендерді жаратқан, сендерден бұрынғыларды жаратқан Раббыларыңа, жаратушы иелеріңе құлшылық қылыңдар. Ла'аллакум таттақун. Мүмкін тақуалыққа жетерсіңдер. Аллази жа'ала лакумул арда фирашан вас-самаа бинаан ва анзала минас-самаа'i маa'ан фa'ахраja биhi минас-самарати ризқан лакум. Ол сендер үшін жерді төсеніш қылды, аспанды биік құрылыс қылды, сол аспаннан жаңбыр жаудырды, сол жаңбырмен түрлі жеміс-жидектерді шығарды. Соның бәрін сендер үшін істеді, ей адамдар, сендерге ризық болсын деп.
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ендеше біліп тұрып Аллахқа серік қоспаңдар, Аллахқа теңдестер жасамаңдар, Аллахқа еш нәрсені теңемеңдер. Алланы бәрінен артық қойыңдар. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Егер құлымызға түсіргенімізден Құраннан күдіктенсеңдер, бұл Алланың сөзі емес, Мұхаммедтің өзі жазып алған шығар деп, онда сендер де сол Құранның сүрелеріндей бір сүре жасап көріңдер. Алладан бөлек көмекшілеріңді шақырыңдар. Адамдарың, жындарың барлығың бірігіп Құран емес, Құранның бір сүресіндей бір сүре жасап көріңдер, егер шыншыл болсаңдар. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. Егер жасай алмасаңдар, онда ол Мұхаммедтің сөзі емес, ол Алланың сөзі. Онда оны ешқашан жасай алмайсыңдар. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Ендеше Құранға қарсы келген кәпірлерге дайындалған отыны адамдар мен тастардан болған тозақтың отынан қорқыңдар. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Сонда иман келтіріп ізгі амал жасағандарды астарынан өзендер ағатын жәннат бақшаларымен сүйіншіле. كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ. Әрқашан оларға оның жемісінен бір ризық берілсе, олар осы бізге бұрын да дүниеде де берілген еді дейді. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. Дүниеде оларға оның ұқсасы берілген еді. Әрі оларға тап-таза жұбайлар бар ол жәннатта. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Және олар мәңгілік қалады ол жерде. إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا. Расында Алла масаны да, одан да зорын мысал келтіруге ұялмайды. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Иман келтіргендер бұл мысалдардың Алланың қасынан екенін біледі. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Ал кәпірлер болса, бұл мысалдармен Аллах Тағала нені қалады дейді. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Ол мысалдармен көптеген адамдарды адастырып, көптеген адамдарды тура жолға салуды қалайды. Тек фасықтарды ғана адастырады. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. Олар иман келтіріп, Аллаға серт бергеннен кейін сол уәделерін бұзатындар, Аллах Тағала жалғауын бұйырған туысқандық байланысты үзетіндер. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Жер бетінде бұзғыншылық жасайтындар, әне солар қасіретке ұшыраушылар. كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ. Ей адамдар мен жындар, қалайша Аллаға қарсы келесіңдер? Қалайша Аллаға кәпір боласыңдар? Аллаға құлшылық қылмай жүре аласыңдар?
кайбеттериңмен сендер өлүк едиңдер. Аллах сендерге өмір берді. ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Кейін сендерді өлтіреді, кейін қиямет күні қайта тірілтеді, кейін оған қарай қайтарыласыңдар. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. Ей адамдар мен жындар, ол Алла Тағала жер бетіндегі нәрселердің барлығын сендер үшін жаратты. Шүкір етпейсіңдер ме? Кейін аспанға көтеріліп, оны 7 аспан қылды. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Ол бүкіл нәрсені білуші. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Сол уақытта Раббың періштелерге, әрине мен жер бетінде бір орынбасар халифа жаратамын деді. قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Сонда періштелер, онда бұзғыншылық жасап, бір-бірінің қанын төгетін біреуді жаратпақшысың ба? Біз сені мақтап, пәктеп, дәріптеп жатырмыз ғой. قال إني أعلم ما لا تعلمون. Сонда ол, мен сендер білмейтін нәрсені білемін деді. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Сонда Аллах Тағала адам пайғамбарды жаратып, оған бүкіл нәрсенің атауларын үйретті де, оны періштелерге көрсетіп, періштелерге, егер айтқандарың рас болса, маған осы нәрселердің атауларын айтыңдар, деді. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Сонда олар, сен кемшіліктен пәксің, я Алла. Сенің бізге үйреткеніңнен басқа бізде білім жоқ. Шынында сен бүкіл нәрсені білуші, данасың, деді. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. Сонда ол, ей Адам, оларға оның атауларынан хабар бер, деді. وَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Сонда Адам пайғамбар періштелерге ол заттардың атауларын айтқан кезде, Алла Тағала оларға, мен сендерге аспандар мен жердің құпиясын, сендердің көрнеуде көмес істеген істеріңді білемін деп айтпап едім, деді. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. Сол сәтте періштелерге адамның алдында құрмет ретінде сәждеге жығылыңдар дедік. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Сонда олар дереу сәждеге жығылды. Бірақ Иблис қана бас тартып, дандайсып, тәкаппарлық қылып кәпірлерден болды. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Сонда, ей Адам, сен де жұбайың да жәннатқа орналасыңдар. Ол жерде қалаған жерлеріңнен жеңдер, жемістерінен.
Мына бір ағашқа жоламаңдар. Егер жоласаңдар, онда анық залымдардан боласыңдар дедік. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. Сонда шайтан, иблис, ол екеуін ол жерден тайдырды, ондағы нығметтердің ішінен шығарды. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Сонда оларға бір-бірлеріңе қас дұшпан болып, жәннаттан төменге қарай, жер бетіне қарай түсіңдер. Жер жүзінде сендерге белгілі бір мерзімге дейін тұрақ әрі пайдалану бар. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. Адам Раббысынан бір сөздерді үйреніп тәубе етті де, тәубесін Аллах қабыл етті. Иннаху хуат-таувабур рахим. Шынында ол тәубелерді қабыл етуші, аса мейірімді. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ. Жәннаттан бәрің түсіңдер жер бетіне. Егер менен сендерге бір тура жол келетін болса, пайғамбар кітап түсетін болса, сол тура жолыма кім ерсе, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Оларға қорқыныш жоқ, әрі олар қайғырмайды. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Қарсы келіп аяттарымды өтірікке шығарғандар, әне солар тозақтық болып, онда мәңгілік қалады. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Ey İsrail ұрпақтары, менің берген нығметтерімді еске алыңдар, менің уәдемді орындаңдар, мен де сендерге уәдемді орындаймын. Жәрі менен ғана қорқыңдар. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. Жандарыңдағы Тауратты растаушы, мен түсірген Құранға иман келтіріңдер, сеніңдер, сондай оған алғаш қарсы келушілерден болмаңдар, және де аяттарымды аз ғана баға айырбастамаңдар да, менен ғана қорқыңдар. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ақиқатты жалғанмен араластырмаңдар, біле тұра шындықты жасырмаңдар. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Намазды толық орындаңдар, зекетті беріңдер, рүкүк қылушылармен бірге рүкүк қылыңдар. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. Адамдарға жақсылықты бұйырып, өздеріңді ұмытасыңдар ма? Кітапты оқисыңдар, ойланбайсыңдар ма? وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Сабыр әрі намазбен жәрдем тілеңдер. Шынында намаз ынталылардан басқаларға ауыр келеді. Шапа.
الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Олынта Алла Раббыларына шын жолығатындықтарын ойлап, әр оған анық қайтарылатындықтарын біледі. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Ey İsrail ұрпақтары, менің берген нығметтерімді еске алыңдар. Әрі әлем бір замандарда сендерді әлемге үстем артық қылғандығымды да еске алыңдар. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Ешкім ешкімге болыспайтын, шапағатта қабыл етілмейтін, өтем де алынбайтын, ешкімге ешкім жәрдем де бермейтін бір күннен, қиямет күннен қорқыңдар. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. Сендерді Фирғауынның сыбайластарынан құтқардық. Олар сендерді жаман қинаумен ұстап, يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. Ұлдарыңды бауыздап, әйелдеріңді тірі қоятын еді. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. Міне мұнда сендерге Раббыларыңның тарапынан үлкен бір сынақ бар. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Сендер үшін теңізді екіге жарып, құтқардық та, фирғауындықтарды суға батырдық. Сендер қарап тұрдыңдар. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Сол сәтте Мусаға 40 түнді уәде берген едік. Кейін оның артынан бұзауды өздеріңе құдай жасап алдыңдар. Залым болдыңдар сендер. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Кейін шүкір етерсіңдер деп, ол күнәларыңды да кешірдік. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Кейін тура жол табарсыңдар деп, Мусаға кітапты, ақиқат пен жалғанды айырушы Тауратты бердік. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ. Сол сәтте Муса: ей қауымым, расында сендер бұзауды өздеріңе құдай жасап алумен өздеріңе зұлымды жасадыңдар. فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Ал енді жаратушыларының алдында тәубе етіңдер де, өздеріңді бір-бірлеріңді өлтіріңдер. Сонда Аллах Тағала бұл сендердің жаратушыларының қасында қайырлы. Сонда Аллах олардың тәубелерін қабыл етті. Сендердің тәубелеріңді қабыл етті. Шынында ол тәубелерді қабыл етуші мейірімді. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Сол сәтте: ей Муса, Алланы әшкере көзімізбен көрмейінше саған сенбейміз дедіңдер. Сол сәтте сендерді бастарыңа найзағай түсіп, типыл болдыңдар. Сендер қарап тұрдыңдар сөйді.
ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Кейін шүкір етерсіңдер деп өлгендеріңнен кейін қайта тірілттік. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى. Үстеріңе бұлттарды көлеңке қылып ризық болсын деп сендерге мәнна мен сәлуаны түсірдік. كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Біз ризық қылып берген нәрселердің тазасынан жеңдер дедік. Олар бізге зұлымдық асамады, бірақ олар өздеріне зұлымдық асады. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. Сол сәтте оларға осы қалаға кіріңдер де қалаған жерлеріңнен жеңдер, және есіктен сәжде қылып хитто күнәларымызды кешір деп кіріңдер. وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Сонда күнәларыңды кешіріп, жақсылық қылушыларға тағы арттырамыз. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Сонда залымдар сөзді өздеріне айтылғаннан басқаға ауыстырды. Сондықтан залымдарға бұзақылықтарының салдарынан аспаннан пәлекет жаудырдық. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. Сол сәтте Муса қауымы үшін су сұрады. Біз оған аса таяғымен жартасты ұр дедік. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Сөйтіп одан 12 бұлақ көзі атылып шықты. Әр ру, әр ел өзінің суатын, су ішетін орнын білді. Жеңдер, ішіңдер Алланың ризығынан, жер бетінде бұзғыншылық асап жүрмеңдер. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ. Сол сәтте Муса, мәнна мен сәлуаны жеп жалықтық, бір тамақ жей беруге сабырымыз жетпейді. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. Біз үшін Раббыңа жалбарын, бізге жерден өсетін көкөнісінен, қиярынан, бидайынан, бұршағынан, сарымсағынан, пиязынан шығарсын дедіңдер. قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ. Сонда Муса, сапалы нәрсені сапасыз нәрсеге ауыстырмақшысыңдар ма? اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ. Қалаға кіріңдер. Шында ол жерде сендердің сұраған нәрселерің бар. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Сондықтан оларға қорлық, жоқшылық жүктеліп, Алланың ашуына ұшырады. Бұл олардың Алланың аяттарына қарсы келулері және жазықсыз пайғамбарларды өлтірулері себепті. Сондай-ақ Алланың бұйрығын ести тұра қарсы келіп шектен шыққандықтарының себебі.
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Расында сондай иман келтіргендер, яһудилер, христиандар, собилер, кім олардан Аллаға, ахирет күніне иман келтіріп, мұсылман болып, ізгі амалдар жасап, намаз оқып, құлшылық қылса, олардың әжір сауабы Раббыларының қасында, оларға қорқыныш жоқ, әрі олар қайғырмайды. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Сол сәтте сендерден уәде алған едік. Үстеріңе Тур тауын көтеріп тұрып, сендерге берілген Тауратты мықты ұстап, ондағы Аллахтың бұйрықтарын елеп ескеріңдер, әрине тақуалыққа жетерсіңдер деген едік. Оның артынан тағы қайталаған едіңдер. Қайтадан бет бұрдыңдар. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Егер Алланың кеңшілігі мен мейірім рахматы болмағанда сендерге міндетті түрде қасіретке ұшырайтын едіңдер. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Расында сендерден сенбі күні шектен шыққандарды білдіңдер. Сонда оларға маймылға айналып қор болыңдар деген едік. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Сонда оларға берілген жазаны одан алдыңғыларға да кейінгілерге де бір үлгі қылдық, әрі тақуаларға бір насихат уағыз қылдық. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Сол сәтте Муса қауымына, шынында Алла сендерге бір сиырды сойып, оның бір мүшесімен қағылса, шынында Аллах Тағала сендерге бір сиырды союды бұйырады деді. Сонда олар бізді мазақ қылып тұрсың ба деді. Сонда Муса, надандардан болуымнан Аллахқа сыйынамын деді. Алланың бұйрығымен ойнайтын надан емеспін мен. Алланың бұйрығын орындаңдар деді. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. Сонда олар Раббыңа жалбарыншы, бұл қандай сиыр деді. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. Ол айтты, шынында ол айтады, ол бір кәрі де, жас та сиыр емес, соның ортасында. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. Сұрақты көбейтпей, сендерге бұйырылған бұйрықты орындаңдар деді. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. Сонда олар сұрақты көбейтіп, оның түсі қандай Раббыңа дұға қылшы бізге баяндасын деді. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين.
Ол айтты, шынында ол айтады, ол бір сап-сары сиыр. Ол сиыр оған қараушылардың көзін қуантады. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Ол қандай сиыр? Раббыңа дұға қылшы бізге баяндасын. Шынында сиырлар ұқсас болып жатыр бізге. Біз иншалла тура жолда болушылардан болармыз деді. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. Ол айтты, шында ол айтады. Ол бір қорлық көрмеген, жер жыртпаған, егін суармаған, үстінде бір қылшық болмаған тап-таза сиыр деді. قالوا لا جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Олар енді ғана ақиқатты алып келдің деді. Істегілер келмесе де оны бауыздады. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Сол сәтте біреуді өлтірдіңдер де сол жөнінде таластыңдар. Аллах Тағала сендердің жасырған нәрселеріңді ортаға шығарады. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Сөйтіп өлікті сойылған сиырдың кейбір мүшелерімен қағыңдар дедік. Осылайша Аллах өліктерді тірілтеді, өзінің аят белгілерін көрсетеді сендерге, мүмкін ақылға келерсіңдер. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. Содан кейін де жүректерің қатайып тастай, одан да тағы қаттырақ болды. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. Өйткені тастар жарылып одан өзендер ағады. Әрі кей тастар қақ бөлініп одан су шығады. Әрі кейбір тастар Алладан қорқып төмен құлайды. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Аллах Тағала істеп жатқан істеріңнен қаперсіз, ғафыл емес. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ. Ей мұсылмандар, олардың сендерге сенетіндіктерін үміт қыласыңдар ма? Әрине олардың Алланың сөзі Тауратты тыңдайтын бір тобы бар еді. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Олар оған түсініп болғаннан кейін Аллах Мұхаммед пайғамбардың сипаттары жазылған жерлерін біле тұра өзгертетін еді. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عليكم لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Қашан олар иман келтіргендері кездессе, біз де иман келтірдік дейді. Қашан бір-бірлерімен жеке оңаша қалса, Алланың сендерге ашқан сырын, Таураттағы Мұхаммед пайғамбардың сипаттарын, мұсылмандардың сендерге Раббыларының қасында дәлелдеулері үшін оларға айтасыңдар ма? Афала тaqilun, ақылға келмейсіңдер ме дейді өздерінше. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ.
Олар білмей ме? Негізінде Алла олардың сырларын да, жасырған нәрселерін де, әшкере қылған нәрселерін де білетіндігін. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Олардың ішінде надандары бар, кітапты білмейді, тек қана үйретіндіні, бос ойларды ғана ойлайды. وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Сондай кітапты қолдарымен жазып, сонан соң аз ақшаға сату үшін осы Алланың қасынан келген дейтіндерге нендей өкініш. وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Және олардың қол жазған қолдарына да нендей өкініш. Қол жазғандарының нендей өкініш. Сондай олардың тапқан табыстарына да нендей өкініш. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً. Олар бізді тозақ оты санаулы күндер ғана азапта ұстайды дейді. قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Оларға Алладан уәде алдыңдар ма? Алла уәдесін сірә бұзбайды. Немесе Аллаға білмейтін нәрселеріңді айтасыңдар ма? بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Жоқ, керісінше, кім күнә істесе, оның күнәлары оны баурап, орап алса, әре солар тозаққа түсетіндер. Ол жерде олар мәңгілік қалады. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ал кім иман келтіріп, ізгі амалдар жасаса, Құдайға құлшылық қылса, намаздарын толық орындаса, әне солар жәннатқа кірушілер. Олар ол жерде мәңгілік қалады. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. Бір замандарда Исраил ұрпақтарынан уәде алған едік. Алладан басқаға құлшылық қылмаңдар, әке-шешеге, туысқандарға, жетімдерге, міскін кедейлерге жақсылық қылыңдар, адамдарға жақсы сөз сөйлеңдер. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنكُمْ أَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Намаздарын толық орындаңдар, зекет садақаларыңды беріңдер деген едік. Содан кейін де бет бұрдыңдар, ол уәделеріңде тұрмадыңдар. Сендердің ağzыңды айтпағанда, сендер бет бұрушысыңдар. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ. Бір замандарда, ей Исраил ұрпақтары, бір-біріңнің қандарыңды төкпеңдер, бір-бірлеріңді жұрттарыңнан, елдеріңнен шығармаңдар деп уәде алған едік. Сонда мақұлдап куә болған едіңдер. ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمُ السَّارَةُ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. Содан кейін де бір-бірлеріңді өлтіресіңдер. Бір бөлімдеріңді жұрттарыңнан, елдеріңнен шығарасыңдар.
Ары оларға қарсы дұшпандықта, күнәда, дұшпандықта жәрдем етесіңдер. Әрі сендер, егер олар сендерге тұтқын болып келсе, оларға өтем беріп құтқарасыңдар. Негізінен сендерге оларды жұрттардан шығаруға тыйым салынған еді. فَمَا جَزَاءُ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. Сендердің кітаптың кейбір бөлігіне иман келтіріп сеніп, кейбір бөлігіне қарсы келесіңдер ме? وَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Сендерден кім бұлай істесе, әрине олардың жазасы дүние тіршілігінде қорлық болады. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ. Ал қиямет күні қатты азапқа қайтарылады. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Аллах Тағала сендердің істеп жатқан істеріңнен қаперсіз, ғапыл емес. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Сондай ақыретті беріп дүние тіршілігін айырбастап алғандар, олардан азап жеңілдетілмейді, оларға жәрдем де берілмейді. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. Расында Муса пайғамбарға кітап бердік те, одан кейін пайғамбарларды бірінен соң бірі жалғасты түрде жіберіп отырдық. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. Және Бани Исраилға жіберген ең соңғы пайғамбар Мариямның ұлы Исаға да ашық құжаттар, дәлелдер, мұғжизалар беріп, оны Жибрил арқылы қуаттаған едік. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Әрқашан сендерге бір пайғамбар көңілдерін қаламаған, нәпсілеріңе ұнамайтын нәрселерді алып келгенде тәкаппарландыңдар, қабылдамадыңдар. Кейбір бөлімін өтірікке шығарып, кейбірін өлтірдіңдер тіпті. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. Олар айтты, біздің жүректеріміз перделеп қалынған. Жоқ, керісінше Аллах олардың қарсы шығып күфірлік танытқандықтары себепті лағнет деп қарғысқа ұшыратты. Сол үшін олар өте аз иман келтіреді. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ. Олардың қасындағы Тауратты растаушы Құран келген кезде وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. Олар бұрын кәпірлерге қарсы үстемдік тілеген заманда оларға өздерінің Тауратта таныған пайғамбары Мұхаммед келген кезде оны танымады, қарсы шықты. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Сондай кәпірлерге Алланың лағнеті болсын. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. Олар Алла Тағаланың өз кеңшілігінен құлдарынан қалағанына түсіргенін Құранды қызғанып, қарсы келумен өздерін нендей жаман нәрсеге айырбастады. فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ. Олар Аллахтың ашуының үстіне ашуға ұшырады. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ.
Kafirlerge qor qiluvchi azap бар. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا. Әрқашан оларға Алланың түсіргеніне иман келтіріңдер делінсе, біз өзімізге түсірілгенге иман келтіреміз дейді. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Олар оның тұсындағы Құранға қарсы болды. Олардың қасында Таурат растаушы Құран, ақиқат. Оларға егер иман келтірген болсаңдар, бұрын Алланың пайғамбарларын не үшін өлтірдіңдер деп айт оларға. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Сендерге Муса ашық дәлелдермен келген еді. Одан кейін де бұзауды өздеріңе тәңір жасап алдыңдар. Сендер залымсыңдар. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. Сол уақытта еске алыңдар, бастарыңа Тур тауын көтеріп тұрып, сендерге біз берген Тауратты мықты ұстаңдар да құлақ салыңдар деген едік. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. Олар құлақ салдық, естідік, бірақ бағынбаймыз дедіңдер. Өйткені қарсылықтарыңның салдарынан жүректеріңе тәңір жасап алған бұзауларың сіңіп қалған. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Оларға айт, егер иман келтірген болсаңдар, имандарың сендерге нендей жаман нәрсені бұйырған деп айт. قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Егер Алланың қасындағы ақырет жұрты, жәннат, елден ерекше нағыз тек сендер үшін ғана болса, өздеріңе өлім тілеңдер, шыншыл болсаңдар деп айт. وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Олар қол екі істеген күнәлары себепті еш қашан өздеріне өлім тілемейді. Алла Тағала залымдарды біледі. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ. Яһудилердің жалпы адамдардан да, мүшриктердің де тіршілікке, өмірге тым құштар, құмар екенін көресің. Олардың әр біреуі 1000 жыл өмір сүруді армандайды. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ. Алайда ұзақ өмір оларды азаптан арашаламайды. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Аллах Тағала олардың істегендерін толық көріп тұр. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Кім Жебрейілге дұшпан болса, өйткені ол Алланың бұйрығы бойынша бұрынғыларды растаушы, Құранды сенушілер үшін туралып, әрі қуандырушы түрде жүрегіңе қондырды.
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Кім Аллаға, періштелеріне, елшілеріне, сондай-ақ Жебрил, Микаилге дұшпан болса, әлбетте Алла кәпірлерге дұшпан. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Расында саған ап-ашық аяттар түсірдік. Оған бұзақлар ғана қарсы келеді. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Яһудилер қай-қашанда бір уәде жасалса, олардың бір бөлімі оны бұзып тастамады ма? Бәлкім олардың көбі Тауратқа да сенбейді. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Оларға Алла тарапынан олардың қолындағы Тауратты растаушы елші келген шақта кітап берілгендердің бір бөлімі тіпті түк білмегендей Алланың кітабын арт жақтарына атты. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Олар Тауратты тастап, Сүлейман алейхиссаламның патшалы замандағы шайтандар оқыған сиқырға ілесті. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ. Сүлейман қарсы келмеді. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Бірақ шайтандар يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Адамдарға сиқыр үйретіп кәпір болды. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Бабылда Харут пен Марут атты екі періштеге түсірілгенді де үйретті. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Ол екі періште біз сынақ үшін келдік, кәпір болмаңдар бұл сиқырды үйреніп деп айтпайынша ешкімге үйретпеген. وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ. Сонда да олар екеуінен күйеуі мен әйелінің арасын ажырататын сиқырды үйренетін еді. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Сонда да олар күйеуі мен әйелінің арасын ажырататын сиқырды үйренетін еді. Олар Алланың рұқсатынсыз ешкімге зиян бере алмайды. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Олар өздеріне зиян келтіретін, пайда бермейтін нәрсені үйренетін еді. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Расында олар оны айырбастап алғанға ақыретте несібе жоқтығын білді. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Өздері үшін сатып алған нәрселері нендей жаман егер білген болса. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Олар иман келтіріп, сиқырдан сақтанғанда, әрине Алла жағынан қайырлы сауап болар еді, егер оған білген болса. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ey müminler, ra'ina деп айтпаңдар, unzurna деп айтыңдар және тыңдаңдар. Кәпірлер үшін күйзелтуші азап бар.
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. Сондай кітап иелерінің қарсы болғандары және мүшриктер сендерге Раббыларың жақтан бір игілік жақсылық түсуін қаламайды. Валлаху яхтассу бирахматихи ман яша валлаху зул фадлил азим. Дегенмен Алла мархаматын қалаған кісісіне арнайды. Сондай-ақ Алла зор кеңшілік иесі. Алейкум ассалам.